Бүгін біз кез келген үйдің ас үйінде жатқан, наннан да арзан тұратын, бірақ шипасы ең қымбат дәрілерден асып түсетін бір керемет өнім туралы айтамыз. Ол бір мезгілде қандағы қантты түсіреді, іштің кебуін басады және тамырларды холестериннен тазартады. Өкінішке қарай 10 адамның 9-ы оны тек сорпаға дәм беру үшін ғана қолданады да, ең бағалы емдік қасиетін қоқысқа өз қолдарымен лақтырады. Бұл лавр жапырағы. Бұл жай ғана дәмдеуші емес. Бұл бір жапыраққа сыйған тұтас табиғи дәріхана. Сорпаға салып пісіргенде оның пайдалы майлары бумен ұшып кетеді де, сізге тек иісі ғана қалады. Бүгін мен Мирас Ерланұлы лавр жапырағының нағыз емдік күшін қалай алу керектігі туралы айтамын. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, мен сіздермен ең тиімді 3 арнайы рецептті бөлісемін. Бастайық. Лавр жапырағының шипалы болуының сыры оның ерекше химиялық құрамында. Оның бойында біздің ағзамызға қажетті 3 негізгі компонент бар. Бірінші компонент цинеол. Қарапайым тілде айтсақ, эфир майы. Бұл жапырақтың емдік қасиетінің тең жартысын құрайтын ең басты элемент. Ол қабынуды тез басады, зиянды бактерияларды жояды және ас қорыту процесін жеделдетеді. Лавр қайнатпасын ішкеннен кейін іштегі жел басылып, ауырлық сезімінің жоғалатыны дәл осы цинеолдың еңбегі. Екінші компонент – гал қышқылы. Бұл қан тамырларымызды күзетіп тұратын қуатты антиоксидант. Ол жаман холестеринді азайтуға көмектеседі. Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, гал қышқылы қандағы майлардың тотығуына жол бермейді. Егер майлар тотықпаса, тамырларды бітейтін түйіндер, бляшкалар пайда болмайды. Бұл дегеніміз жүрек пен тамыр жүйесінің ұзақ жасауы. Үшінші компонент – инсулинге сезімталдықты арттыратын заттар. Бұл компоненттер қант диабетінің алдын алуда таптырмас көмекші. Ол ағзаға тамақпен келген қантты қанда жинап қоймай, оны энергия ретінде дұрыс пайдалануға көмектеседі. Лавр жапырағы инсулинді алмастырмайды, немесе ағзаның жұмысына дөрекі араласпайды. Ол кек дененің жас ұлғая келе ұмытып қалған табиғи функцияларын қайта оятып көмекші болады. Бар болғаны бір жапырақ 3 бірдей маңызды нысанға, асқазанға, қан тамырларына және қант деңгейіне оң әсер етеді. Бір бума лавр жапырағының бағасы тиындар тұрады, бірақ оның берер пайдасы 1 айлық емдік курсты алмастырылады. Қандағы қант деңгейін реттеу үшін лавр жапырағын дұрыс пайдалану рецептісі. Бұл рецепті дәлдікпен орындау маңызды. Қағаз қаламыңызды дайындап, жазып алыңыз. Шкафтағы бумаңыздан 3 лавр жапырағын алыңыз. Бірақ есте сақтаңыз, жапырақтар міндетті түрде ақшыл жасыл, зәйтүн түстес болуы тиіс. Сарғайған немесе қоңыр тартқан жапырақ өлі жапырақ. Онда эфир майлары жоқ, емдік қасиеті нөлге тең. Лавр жапырағын иіп түргенде сырт еткен дыбыспен сынып, бірден күшті хош иіс шығару керек. Егер ол шүберек секілді майысып сынбаса, оны бірден лақтырыңыз. Лавр жапырағын дұрыс таңдап алған соң, оны дайындалу жолы. 3 жапырақты кішігірім кастрюльге салыңыз. Үстіне 1 стақан салқын су құйыңыз. Қайнаған су емес. Баяу отқа қойып, қайнау деңгейіне жеткізіңіз де 10 минут бойы баяу қайнатып пісіріңіз. Бұл эфир майларының буымен ұшып кетпей, суда сақталуына көмектеседі. Оттан алған соң, қақпағын жауып, сыртынан қалың сүлгімен орап, 4 сағатқа немесе түні бойына тұндырып қойыңыз. Дайын болған тұнбаның түсі алтын деңгейлес, иісі қанық болады. Оны сүзіп алыңыз. Күніне 3 рет, таңертең, түсте, кешке, тамақтанудан 20 минут бұрын ішу керек. Ішу дозасы стақанның 3-тен 1 бөлігі. Асықпай, ұсақ жұтындармен ішіңіз. Дәмі ащылау болса, жарты шай қасық бал қосуға болады. 10 күн ішіп, 20 күн үзіліс жасау міндетті шарт. Көптеген адамдар осы қателіктердің кесірінен емнің нәтижесін көрмейді. Қатты қайнату. Егер сіз жапырақты қатты отта 20-30 минут қайнатсаңыз, барлық пайдалы цинеол бумен бірге ұшып кетеді. Асханаңыздан лавр иісі аңқып тұрса, демек, дәріңіз ауаға ұшты деген сөз. Кастрюльде тек пайдасыз ащы су қалады. Дозаны асыру. Лавр жапырағы өте қуатты құрал. Оны мөлшерден тыс ішу қантты күрт түсіріп жіберіп, әлсіздік, қол дірілі, бас айналу әкелуі мүмкін. Сондықтан ішу мөлшері стақанын 3-тен 1 бөлігінен асырмаңыз. Ескі шикізат. Ашық қалған бумадағы жапырақ 3 айдан кейін өз күшін жояды. Лаврды міндетті түрде шыны банкада қақпағын тығыз жауып, қараңғы жерде сақтаңыз. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, 3 күннен кейін глюкометр көрсеткіші төмендей бастайды. Курс соңында көптеген емделушілер қант деңгейінің дәрісіз азайғанын байқайды. Егер сіз лавр тұнбасын ішіп жүріп, оның әсерін жоятын тағамдар жесеңіз, пайдасы 0 болады.
Курс кезінде мына өнімдерді шектеңіз. Тәттілер мен қант. Ішектегі ашу процесін қоздырады. Ақ нан мен тоқаштар. Олар азада тез арада қантқа айналады. Картоп. Крахмал. Бұл тез көмірсу. Қантты күрт көтереді. Шұжық өнімдері. Консерванттар мен жасырын қант бауырды шашатады. Тәтті жемістер. Банан мен жүзімнің орнына жасыл алма немесе грейпфрут жеңіз. Лавр жапырағы өте қуатты құрал. Егер төмендегі 5 белгінің біреуі ағзаңызда байқалса, демек сізге бірден әрекет ету керек. Тамақтан кейінгі іш кебуі. Егер сіз майлы немесе ауыр тамақ жемесеңіз де, ішіңіз шар секілді сініп, белдігіңіз қысып бара жатса, бұл бірінші дабыл. Бұл ішектің ас қорытуға шамасы жетпей жатқанын және ашу процестерінің жүріп жатқанын білдіреді. Оң жақ қабырға астындағы ауырлық сезімі. Бұл өткір ауру емес, дәл бір сол жерде бірдеңе тіреліп тұрғандай ыңғайсыздық. Бауырда жүйке ұштары болмайды, сондықтан ол ауырмайды. Тек көлемі үлкейіп, көрші мүшелерді қысқанда ғана сіз сол тұйық ауырлықты сезесіз. Бұл өт жолдарының тығылғанын білдіреді. Бет терісінің сұрғылт немесе солғын тартуы. Таңертең айнаға қараңыз. Егер теріңіз қызғылт, шырайлы емес, керісінше сұрғылт, күңгірт және тіршіліксіз көрінсе, бұл жастың кінәсі емес. Тері ішкі мүшелердің айнасы. Егер ішкі жүйе токсиндерден тазармаса, оның бәрі бетіңізге шығады. Ауыздағы тұрақты жарымсыз иіс. Тісімізді күніне 2 рет жусаңыз да, 1 сағаттан соң жарымсыз иіс қайта оралса, мәселе тісте емес. Бұл асқазан мен ішектегі шіру процестерінің нәтижесі. Иіс сырттан емес, кереңнен, іштен көтеріліп тұр. Созылмалы шаршау. Егер 8 сағат ұйықтасаңыз да, таңертең ұйқыңыз қанбай, төсектен әрең тұрсаңыз, бұл жалқаулық емес. Бұл арзаңыздың барлық энергияны ішкі шлак пен токсин, уытты заттармен күресуге жұмсап жатқанның белгісі. Өмір сүруге және қуануға күш қалмайды. Егер осы 5 белгінің 3-і сізде болса, ағзаңыз тазалауды сұрап тұр. Егер 4-і немесе 5-і бірдей кездессе, дереу іске кірісуіміз қажет. Енді осы мәселелерді шешуге көмектесетін 2-ші және 3-ші рецепттерге көшейік. Олар буынды тазартып, холестериннен арылуға көмектеседі. 2-ші рецепт буындарға арналған лавр майы. Бұл рецепт ішуге емес, сыртқы қолдануға арналған. Егер кешке тізеңіз сырқырап, арқаңыз сықырлап, саусақтарыңыз иілмей ауырса, бұл таптырмас ем. Дәріхана жақпа майлары әсерін тез жойса, лавр майы терең жылытып, түні бойы жұмыс істейді. Дайындалуы. 30 грамм лавр жапырағын, яғни шамамен 1 толық бума алыңыз. Оны ұнтақтамай, қолмен тырнақтай етіп ірілеп бөліңіз. Шыны банкаға салып, үстіне 1 стақан тазартылмаған өсімдік майын, зәйтүн немесе күнбағыс құйыңыз. Май жапырақтарды толық жауып тұру керек. Банканы қақпағымен жауып, жылы әрі қараңғы жерге 2 аптаға қойыңыз. Тоңазытқышқа салуға болмайды. Күн сайын банканы 5 секунд сілкіп тұрмыз. 2 аптадан соң майды марыл арқылы сүзіп, күңгірт шыны бөтелкеге құйып алыңыз. Қолдану тәсілі. Ұйықтар алдында 1 шай қасық майды алақаныңызға алып, жылтыңыз. Ауыратын буынға жайлап, дөңгелек қозғалыстармен сіңіріп жағыңыз. Үстінен мақта мата немесе жүн орамалмен орап тастаңыз. 2 апта бойы күн сайын, содан соң 1 апта үзіліс. 3 күннен кейін буынның сырқырағаны басыла бастайды. 3-ші рецепт. Холестерин мен қан тамырлары үшін лавр жапырағын дайындау әдісі. Бұл ең күшті рецепт. 50 жастан асқан соң қан тамырларда бляшкалардың түзілуі байқалмай жүре береді. Лавр жапырағы жаңа бляшкалардың өсуін тоқтатып, қанды артық майлардан тазартуға көмектеседі. Дайындалуы. 5 ірі жасыл лавр жапырағын алып, ортасынан бөліңіз. Термосқа салып, үстіне 2 стақан ыстық су құйыңыз. Қайнап тұрған су емес. Қайнаған соң 3 минут тұрған су болуы керек. Термосты жауып, 8-10 сағатқа немес түні бойына қалдырыңыз. Қолдану тәсілі. Бұл 1 күндік мөлшер. Оны стақандап емес, күні бойы сағат сайын 2-3 жұтыннан ғана ішу керек. Сонда шипалы заттар қанға бір қалыпты тарайды. Пайдалану курсы. 7 күн ішіп, 3 апта үзіліс жасаңыз. Лавр жапырағы бәріне бірдей пайдалы емес. Мына жағдайларда лавр жапырағын қолдануға болмайды. Жүктілік кезінде жатыр тонусын көтереді. Созылмалы іш қату кезінде асқазан жарасы өршіп тұрғанда. Егер сіз диабетке қарсы дәрілер ішіп жүрсеңіз, лавр тұнбасын аз дозадан бастап, қант деңгейін глюкометрмен мұқият қадағалаңыз. Бұл рецепттер негізгі дәрігерлік емді алмастырмайды. Кек қосымша көмекші құрал болып табылады. Сонымен біз бүгін 1 бума лавр жапырағының 3 түрлі мәселені шешетінін білдік. Қантқа арнайы қайнатпа, буынға шипалы май, қан тамырларына,
кермустағы тұнба. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, видеоға лайк басып, арнаға жазылыңыз. Пікірге осы 3 рецепттің қайсысын бірінші байқап көргіңіз келетінін жазып кетіңіз. Өзіңізді күтіміз. Сау болыңыз.